Мастер-классқа келдім, қанша ақпарат алсам да, тест нәтижесін көрсем де, оқытуға байланысты дұрыс шешім қабылдай алмаймын. Неге? Яғни бұл жерде ата-ананың қандай әлеуметтік жағдайда екенін мен білмеймін. Мұның әртүрлі факторлар бар ғой. Бір ата-аналар баласының қосымшаға баруына уақыты жетпейді. Ата-ананың қосымшаға баруға қаражаты жетпейді. Болмаса өзінің іштей сенімсіздігі. Барғаннан не пайда, барғаннан бұл жаңағы бұл оқу орындарына түсе ме, түспей ме, түскен жағдайда кім болады, сондай іштей сенімсіздік. Сондықтан бала өзіңіздікі. Бұл жерде сіз дұрыс шешім қабылдау керексіз. Сіз басқа жолға салып жатқан жоқсыз, білім жолында. Сондықтан өкініп қалмас үшін білім, ең негізгі нәрсе білім. Білімді бала ешқашан бұзылмайды. Естеріңізде болсын. Ұл болсын, қыз болсын, білімді бала өз орнын табады. Яғни бұл жердегі курсқа беру, бұл мектептерге түссін, түспесін мәселе тек оғана нәрсемен шектеліп қалмайды. Баланың мектептегі базалық білімі көтеріледі, қалыптасады. Жалпы білесіздер ғой, барлығы біледі. Ең негізгі білім сол мектеп қабырғасында алған білім болып саналады.